Елші Паул былай деген: себебі біз сендерге ізгі хабарды сөзбен ғана емес, араларыңда қалай әрекет еткенімізді өздерің білесіңдер. Біздің еліміздің жан жақтарында ғана емес, біз бүткіл әлем бойынша Мәсіхтің ақиқатын қабылдауға дайын болуына әсер ететін адамдардың сенімдерін жоғалтып жатырмыз. Мысалға, менің елімде жасалған зерттеулер бойынша 1996 жылы ақш-тың 15% мәсіхшілер жайында жаман пікірде болған. 15%-дің өзі аз емес, бірақ 2007 жылы бұл көрсеткіш 38%-ды құрады. Басқа сөзбен айтқанда 38% біздің өзімізді ұстауымызға байланысты, біздің сенімдерімізге күмән келтіреді. Біздің заманда мәсіхшілерді қалай сипаттайды? 91% мәсіхшіні гомосексуализмге қарсы шығушы деп таниды. Бар болғаны солай. Енді айыптаушылыққа жақын болу жайында. 87% мәсіхтің денесіне қатысы жоқ адамдар мәсіхшілерді барлығын айыптауға дайын тұрады деп сенеді. Енді 200-ділік жайында. 85% американдықтар мәсіхшілерді 200-ділер деп бекітеді. 85% қауымға бармайтын адамдар. Ал сенушілердің өздері бұл жайында не ойлайтынын білесіздер ме? 47% қауымға келушілер мәсіхшілерді 200-ділер деп есептейді. Егер адамдарға біздің жүріс-тұрысымыз ұнамаса, оларға біздің үйреткендерімізді қабылдау қиынға соғады. Біздің қай нәрсеге үйретіп, шақыратынымызға қарамастан, сенбеушілер арасындағы қашықтық ұлғая береді. Сенбеушілерде әрдайым сұрақ туындайды, ал біз өміріміздің айтқан сөздерімізге сай болуына ұмтылуымыз керек. Тіпті бір нәрсеге қарсы шықсақ та, біз адамның өзін сүйетінімізді көрсетуіміз керек. Оның құндылықтарын қолдамайтынымызға қарамастан. Ал енді жыныстық оғашқылық жайында. Соңғы 30 күннің ішінде 30% жоғарыдан туылған мәсіхшілер жыныстық қалауларын оғаш жолдармен қанағаттандырған. Сенбеуші американдықтарда бұл 35%-ды құрайды. Және бұл адамдардың мәсіхшілерге деген көзқарастарына ықпал етеді. Міне сондықтан мен ақиқат қарым-қатынассыз қабылданбайды деп айтам. Және қарым-қатынассыз ережелер бүлік тудырады. Біздің адамдармен қарым-қатынасымыз айтқан сөздерімізден кем емес. Мен біздің өмірлерімізде сөздеріміз істерімізден бөлек болмасын деп мінәжат етем.